Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз жылқы шиқарынан бұқтырма жасаймыз. Әуелі қазанымызға салқын суды құйып алып, үстіне шиқарымызды саламыз. Қартамызды, қарнымызды салдық. Енді тұз сеуіп, бетін жауып қоямыз. Қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң көбігін алып тастаймыз. Көбігін алып болған соң бетін жауып, астын басып, жай отта 1 сағат қайнатып аламыз. Мінекей біздің шиқарымыз пісті. Енді майдалап турап аламыз. Сөйтіп қазанға май құймай, сұйық май құймай шиқарынды саламыз бірінші. Шиқарының өзінің майы шығады, сол майға бұқтырмамызды пісіреміз. Шиқарымыз салдық, жуамызды салдық. Енді бетін жауып 5 минут туштетеміз. Туштетіліп болған соң картопымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Bir arаластырып жіберіп, бетін жауып 10-15 минут қуырып аламыз. Мінекей біздің бұқтырмамыз 15 минут қуырылып болды. Енді лавровый листімізді салып, суымызды құйып, 1-2 кесе су құйып, бетін жауып тағы да 10-15 минутқа қоямыз. Осымен біздің бұқтырмамыз дайын. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар арнасы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.